Сәлеметсіздер ме оқушылар? Математика 1-ші сынып, 73-ші сабақ. Бүгінгі сабақтың тақырыбы есептер шығару. Балалар, сабақта бастамас бұрын міндетті түрде каналға тіркеліп кетуді ұмытпа. Олай болса, бастайық. Бірінші тапсырма математика күнделікті өмірде деп аталады. Биыл Астанада 5 мектеп, облыстарда 3 мектеп салынды. Барлығы неше мектеп салынды? Кері есеп құрастыр дейді. Яғни ең алдымен біз осы есепті шығарып алайық, одан кейін осыған қарап отырып кері есептермен жалғастырамыз. Шартын жазамыз. Бізде есеп бірнеше әдістер арқылы шығарылатын еді, яғни бірінші бізде шарты. Астанада 5 мектеп, облыстарда 3 мектеп, барлығы белгісіз деп шартын құрастырып алдық. Одан кейін барлығын табу үшін біз 5-ке 3-ті қосамыз, 8 мектеп болады. Бұл есептің жауабы барлығы 8 мектеп салынды. Сызбасын мына түрде құрастырамыз, яғни бізде Астанада 5, облыста 3, барлығы 8-ті білдіреді. Кері есеп құрастыру үшін біз сұрағын басқа белгісіз өлшеммен ауыстырамыз. Мысалы, биыл барлығы 8 мектеп салынды, оның облыстарда 3 мектебі, қалғаны Астана қаласында салынды. Астанада неше мектеп салынды дейді. Яғни шартын жазып аламыз. Астанада белгісіз мектеп, облыстарда 3 мектеп, барлығы 8 дейміз. Бұл есепке сәйкес сұлбасы мына түрде болады. Енді шешуін табу үшін 8-ден 3-ті азайтамыз, ол 5-ке тең. Жауабы Астанада 5 мектеп салынды деп жазылады. Келесі кері есепімізді құрастырайық. Ол ең алдымен міне есептің шартын жазып аламыз. Биыл барлығы 8 мектеп салынды. Оның Астанада 5 мектебі, қалғаны облыстарда салынған. Облыстарда неше мектеп салынды деп сұрақ қоямыз. Шартын жазғанда Астанада 5 мектеп, облыстарда белгісіз, барлығы 8 дейміз. Шешуін табу үшін 8-ден 5-ті азайтамыз, ол 3-ке тең болады. Жауабы облыстарда 3 мектеп салынды деп жазамыз. Сұлбасы мына түрде көрсетіледі. Екінші тапсырма өзіндік жұмыс. Амалдарды белгісіз компоненттерін ата және жаз, досыңнан тексеруін сұра дейді. Яғни мына жерде белгісіз болып тұрған компоненттермен толықтырып есепті шығарайық. 6-ға 1 санды қосқан кезде 9 болады дейді. Оны табу үшін біз керісінше 9-дан 6-ны азайтамыз, ол 3-ке тең, яғни белгісіз компонент 3. 5-ке 1 санды қосқан кезде 10 болады дейді. Оны табу үшін 10-нан 5-ті аламыз, ол 5-ке тең. 8-ге 1 санды қосқанда 9-ға тең болады дейді. Оны табу үшін 9-дан 8 айтамыз, белгісіз компонент 1. 10-нан 1 санды азайтқанда 9 дейді. Оны табу үшін 10-нан 9 айтамыз, бұл жерде 1 болады, белгісіз компонент 1. Келесі 20-ға 1 санды қосқанда 80 шығады дейді. Оны табу үшін 80-нен 20-ны азайтамыз, 60-ға тең. 80-нен 1 санды азайтқанда 30-ға тең болады дейді. Оны табу үшін 80-нен 30-ды азайтамыз, бұл жерде белгісіз компонент 20. 6-дан 1 санды азайтқанда 4 дейді, бұл жерде әрине 10. 90-нан 1 санды азайтқанда 10 болады дейді, бұл жерде белгісіз сан 80 әрине. Соңғы компонент белгісіз бізде 90, 90-нан 10-ды азайтамыз, 80. Яғни амалдардың белгісіз компоненттерін жаздық. Енді өзің тексеріп шық. Үшінші тапсырма, бұл бізде жұптық жұмыс. Есепке сәйкес қысқаша жазылу мен сұлбасын таңда, оны шығар. Қалада 50 гүлзар болды, 30 гүлзар суарылды, суарылмаған неше гүлзар қалды. Осы есепке сәйкес келетін міне 3 түрлі сұлба тұр, соның қайсы дұрыс, соны ғана алып қаламыз. Яғни қалада 50 гүлзар болған, барлығы бізде белгілі болып тұр, және суарылған гүлзардың саны белгілі болып тұр. Енді мына жерде қарайтын болсақ, болды 50 гүлзар дейді, суарылды 30 дейді, қалды белгісіз дейді. Яғни біздің бірінші сұлбадан бастағанның өзінде осы сұлба сәйкес келетіндей болып тұр. Себебі басқаларында суарылды белгісіз, қалды 20 дейді. Мына жерде қалды туралы ешқандай мәлімет жоқ. Мына жерде де дәл солай, қалды 20 гүлзар деп жазып қойған, ол да бізге сәйкес келмейді. Олай болса, сәйкес келмейтін 2 сұлбаны алып тастаймыз, тек сәйкес сұлбаны ғана алып қаламыз. Осы шартын жазып аламыз балалар дәптерімізге, одан кейін шешуін жалғастырамыз. Яғни 50 азайтылған 30 тең 20. Жауабы суарылмаған 20 гүлзар қалды деп жазып қоямыз.
Төртінші тапсырма математика күнделікті өмірде. Саяхаттан оралған балалар фотосуреттерге арнап жақтау дайындамақшы болды. Бір жақтауға неше сантиметр тақтайша керек? Жақтау дегеніміз міне фоторамканың сыртында тұратын жақтау, рамка деп атайды. Осы рамканы құрастыру үшін бізге қанша сантиметр тақтайша керек дейді. Міне екі бірдей міне 20 сантиметрлік тақтайша және екі бірдей 10 сантиметр тақтайша керек. Яғни бұның қанша керегін табу үшін біз периметрге жүгінеміз. Балалар, периметрді есімізге түсіретін болсақ, алдағы сабақтарда өтетін боламыз. Сол себепті біз қазір мына жердегі жақтаулардың барлығын қосамыз. 20-ға 20 сантиметрді қосамыз, оған 10-ды және 10 сантиметрді қосамыз. Барлығы 60 сантиметрге тең. Яғни мына жақтауды жасауға бізге 60 сантиметр тақтайша керек болады. Және соңғы сен зерттеушісің 5-ші тапсырма. Үйшіктерде дейді, 4 бұрышты жасыл, дөңгелек, қызыл және 3 бұрыштар тұрады екен. 3 бұрыш пен дөңгелек үлкен терезесі бар үйшіктерде дейтін. Үлкен терезесі бар. Қайсында үлкен терезесі бар? Қарап отырайық. Шеңбер мен 4 бұрыш биік шатыры бар дейді. Шеңбер мен 4 бұрыш міне биік шатыры бар үйшіктерде тұрады. Әр фигура қандай үйшікте тұрады, соны анықтайық. Енді біріншісінен бастап анықтайық. Бізге міне 3 бұрыш пен шеңбер үлкен терезесі бар дейді. Үлкен терезесі бар, міне бірінші және екінші. Олай болса, осы екеуін орналастырып алайық. Ал бізде жасыл бұл биік шатыры бар дейді. Жасыл және мына дөңгелек биік шатыры бар. Яғни міне шатырында екеуінің шатыры биік. Яғни біріншінде қызыл, екіншінде сары, үшіншінде міне жасыл пішіндер тұрады. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше.